Дербес төлеушілер мен жеке кәсіпкерлерге жарналарды есептеу үшін ең төменгі жалақы есепке алынады. Биыл ол бұрынғы деңгейде қалды, яғни 85 мың теңге. Демек, жарналар мөлшері де өзгермейді. Сонымен 2025 жылы мәмс үшін кім қанша төлейтінін еске салсақ. Жұмыс берушілердің аударымдары қызметкердің табысынан 3%. Қызметкерлердің жарналары табыстың 2%. Азаматтық құқықтық шарттар бойынша жұмыс істейтін жеке тұлғалардың жарналары табыстың 2%. Жеке кәсіпкерлердің, жеке практикамен айналысатын тұлғалардың жарналары айына 5950 теңге. Дербес төлеушілердің жарналары айына 4250 теңге. Биыл тек бір жолғы төлем мөлшері 21,5%-дан 23,8%-ға дейін өзгереді. Мәмс жарналарын Қазпошта және екінші деңгейлі банктердің кассалары, жылдам төлем терминалдары әрі банктердің мобильді қосымшалары арқылы төлеуге болады.